Бұл ерекше тосаптың рецептін көргенде дәмі қалай болады екен деп ойладым. Мен де жасап көрейін дедім. Алмұрт және қауын қарбыз барлығын осылай турап қазанға салып, үстінен лимон саламын. Және де 3 килограммға 3 килограмм етіп қант салып, араластырып бірден газге қоямыз. Орта отта 15 минут қайнатамын. Қайнап болған соң сөндіріп, бір тәулікке балконға алып қойдым. Мен ертеңгісін тағы екінші рет қайнаттым. Егер тосаптың қою болған қаласаңыз, тағы да суытып, тағы да қайнатып алсаңыз болады. Енді алдын ала банка қақпақтарымыздың барлығын стерилизовать етіп қойдық. Банкаларымызға құйып, тосапты жауып тастауға болады. Өте дәмді. Енді дәмі қатты ұнады. Қарбызды жегенде қадімгі қытырлақ болып тұрады екен. Сіздер жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз.